Reddit қолданушылары, өзіңізді қалай жаймен өлтіріп жатырсыз? Видеоны бастамастан бұрын біздің YouTube арнамызға подписаться етуді ұмытпа, және де достарыңа таратып лайк бас. Осылайша біз қазақша контентті тезірек дамыта аламыз. Өте көп тәтті жеймін. Жылына бір рет анализ жасап тұрған дұрыс болар сізге. Қызмет көрсету орталығында жұмыс жасау арқылы. Сенің нервный клеткаларың күннен күнге өліп жатыр ғой. Интернеттегі, әлеуметтік желіде сенің ойыңды түсінбейтін адамдарға жауап беру. Көп уақытымыз бен нервтарымызды солардың комментарийлеріне жауап беруге жұмсап жатырмыз. Жеткілікті түрде су ішпеу. Бәріміз уақытылы ішпейміз. Ұйқысыздық, стресс, уайымдау. Байқауымша сен перваш сияқтысың, шаршап кеттім. Кедей өмір сүру, депрессия, мазасыздық, туыстардың қолдауының болмауы, жұмыстағы стресстік сәттер және ақшаны қалай жеткізсем екен деген уайымдар. Бұл бір круг айнала бересің, жай ғана шығып кету өте қиын. Бро, менде де сондай жағдай. Алдағы уақытта бәрі орнына келеді деп ойлаймын. Темекі шегу және өте аз қозғалыс. Осылар мені құртып жатыр. Менде сол тема, білмеймін қашан бітеді. Түнгі ауысымдағы жұмыс, 2 күн күндіз, 2 күн түнде жасаймын. Мені жаймен қартайтып жатыр осы жұмыс. Өзімді жек көру, қайта-қайта мен жаманмын, әлсізбін деп өзімнің кемшіліктерімді айтып, өзімді жек көре беру. Әлеуметтік желілер шаршатып жіберді. Оны өшіріп тастаңыз, әлде достарымнан айырылып қалам деп қорқасыз ба? Уайымдамаңыз, егер олар сіздің нағыз достарыңыз болса, олар сізге қоңырау шалады, қонаққа келеді. Жай әлеуметтік желіде отырып достасатындар сіздің жаныңыздан табыла бермейді. Соны ұмытпаңыз. Әрине, барлық әлеуметтік желіні өшірудің қажеті жоқ. Жай керек еместерін ғана. Бәрімізде артық әлеуметтік желі бар ғой. Ал егер бұлай болса, бұлайша деген ойлар маза бермейді. Тез және орынсыз ашулана беру, көп күшім мен нервтарымды алып кетеді. Тамақты тым көп, яғни тойып ішіп алу. Мен көп темекі шегемін және дұрыс тамақтанбаймын, және ашуда ұзақ уақыт сақтаймын. Спортпен мүлде айналыспаймын. Сен бұларды тезірек дұрыстауың керек, досым. Осы нәрселердің кесірінен көбі 50 жастан аса ауруларға шалдыға бастайды. Көп нәрселерге алаңдаймын, олардың барлығына әсер ете алмаймын. Сонда да өте көп уайымдар, неше түрлі ойлар маза бермейді. Менің күйеуім күнде солай уайымдайды, соның кесірінен біраз уақыт ауырып қалады. Күні-түні ойындар ойнап, YouTube-тан видеолар қарап уақыт өткізгенім мені өлтіріп жатыр. Күні бойы отыру арқылы, күні бойы тұру арқылы, күні бойы тұшу арқылы, күні бойы айқайлау арқылы. Отырып белім бір күні төбіме жетеді. Ал сен қандай пайдасыз нәрселермен өзіңе зиян келтіріп жатырсың? Комментарийға қалдырып отыр.